Mına Pavlodar'ın Yertis avdanında bir nemis egin ekкен biday 40 hektar jeri var. Soğan жаңағы Kaybır жылдары Kazakistan'ın soltüstük jақтарын şegirtke bastı. Россияда parlamente qaradı, Sarancha kele жатыр Kazakistan'dan dep. Sol gözde anau egindi tıp tepil tapak ketеді eкен. Sonda anau nemis Pavlodar'da bizning Taspolat деген қажымыз бар еді. Marhum soğan gelip, ey Taspolat, ты же знаешь, мои посевы. Sarancha идет. Men endi mına şirkevge patriarxtардың алдына барсам болар еді. Бірақ мен соларды керек қылмай мен саған келдім. Сделай что-нибудь. Bir нәрсе қылсайшы деді дейді. Сонда айттым дейді, мақұл. Айтқанды істейсің ба? İsteyim. 3 қара ал. Қара мал. Одного зарежем. Жұртқа қазанға асып жегіземіз. Ана екеуінің адрестерін көрсетеміз. Қай жерде кім бар, мұқтаж адамдар таратамыз. Жақсы. Ол төртеуін алыпты дейді. Сөйтіп, біреуін сойып, қазанға астық дейді. Ол енді ет пісіп атқанда, қалғандарын да сойып, жан-жақтарға бәріне таратып шықтық дейді, ет піскенше. Етті жеп, көппен бірге бата қылып, кейін жайнамаз алып, жердің басына бардым дейді. Ей жаратқан Алла, мынау бәндең менің алдыма келіп тұр. Менің қолымда ештеңе жоқ қой. Мен не дей алам? Егер сен бұйрық берсең, әмірің жүрет, бұл егінді шегірткеге талатпауға сенің құдіретің жетеді. Мына байқұстың істеген мына қол қайырын жерде қалдырма, Құдая, қабыл қыл деп дұға қылдым дейді. Сөйтіп бір күні келді дейді. Kruгом сиели деп айтады дейді. Майындағы қазекеңдердің егіндерін Құдай деп еккен егін түгі қалмаған, тып-типыл қара жер қалған ғой. Жеп қояды. Менің жерімді ход одну стеблю не тронули деп айтады дейді. Bir sabағына шегіртке тимеді деп айтты. Әнекей. Содан бір күні мен көшеде келе жатырмын дейді. Ғиық деп жаныма машина тоқтатты дейді. Жаяу келе жатқан ғой. Ей, Taspolat, ты что, пешком ходишь? Мә, машина кілтіме маған тастап кетті дейді. Әнекей. Енді Құдай тағалаға берсең, Аллах Тағала қарыздар қалмайды ғой. Біз бәндеміз ғой сол. Жетпей қалады, өтпей қалады деген сияқты ойға барамын.